әскерлері, берекелеріңіз құтты болсын құрылысшылар. Жасай беріңіздер, самғай беріңіздер. Служу Отечеству, негромкие слова, в них и любовь, и мужество, и сила, и гордость предков навсегда жива. Служить Отечеству — наш долг перед страной. Самые ценные, что есть в нашей жизни, это мир, спокойствие и стабильность. А потому не случайно День защитника Отечества имеет богатую и славную историю. Перед вами студенты Актюбинского юридического института имени Малкиджара Букембаева. Перед вами проходят воспитанники военно-патриотических клубов города Актөбе. Құрметті ақтөбеліктер, аға ұрпақ пен жас буынның отанымызды қорғап, қызметке айтулы үлес қосқанын біз ақтөбеліктер әрқашан мақтан тұтамыз. Қазіргі таңда өскелең ұрпақтың да отанға деген сүйіспеншілігі ерекше. Олай болса, тәуелсіз Қазақстанның жас қырандарын қошеметпен қарсы алыңыздар. Қыранның қызметі ұрпаққа өнеге. Елге қызмет көрсету бұл мереке. Бүгінгі бала, ертеңгі қорған елімнің. Қалайда бейбітшілік бар әлемде. С праздником мужества, благородства и чести. Отечество – это жизнь, счастливый смех детей, светлая любовь мамы, мирное небо над головой. Халқымызда ер елінің қорғаны деген атаулы сөз бар. Біз осылай жандардың ержүрекстеріне сый құрмет көрсете отырып, олардан өнеге алып өсетін жас ұрпақ отанына адал қызмет етеді деп сенеміз. Алдарыңызда байыпты шығармашылық жолмен қатар көптеген көрнекті жобаларды іске асырып, халықаралық, республикалық байқаулардың жүлдегерлері, қайталанбас өзіндік стилі бар кәсіби музыканттар топтасқан құрама үрмелі аспаптар оркестрі. Художественный руководитель сводного духового оркестра Сакен Ертегулов, дирижер старший лейтенант Сергей Гафаров. Поздравляем от всей души со славным Днем защитника